Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бөлім тақырыбы индустрияландыру, ұлттық өндіріс және сөз мәдениеті деп аталады. Оқу мақсаты әртүрлі графиктік мәтіндердегі мәліметтерді талдау, негізгі үрдістерді анықтау. Сабақ мақсаты берілген графиктік мәтіндегі мәліметтер мен негізгі үрдістерді анықтай отырып талдау жасайды. Бағалау критерийі берілген ақпараттарды түсінеді, берілген мәліметтерді талдай алады, негізгі үрдістерді анықтайды, мәліметтерді мәтін түрінде жаза алады. Алдымен оқушылар бүгінгі күнді және сабақтың тақырыбын жазайық. Сабақтың тақырыбы әлемнің ірі индустриялық алпауыттары Қазақстанда деп аталады. Балалар, сіздердің алдарыңызда мынандай суреттер берілген. Осы суретке қарай отырып, жаңа индустриализация туралы өз пікірлерімізді 4 сөйлеммен білдірейік. Енді мына сұрақтарға ойланып жауап беріңіздер. Индустрияландырудың үлескері ретінде қай салада еңбек етер едіңіз? Және осы оқыған тараулар болашақта мамандық таңдауларыңа көмектеседі ме? Ойланып жауап берейік. Балалар, оқулықтың 69-70 бетіндегі оқылым мәтінімен таныс болайық. Индустрияландыру бүкіл қазақстандықтардың ісі. Өйткені бұл күрделі жағдайды бастан кешіріп отырған жаһандық даму үдерісіндегі біздің мемлекетіміздің бәсекеге қабілеттілігін, даму мүмкіндігін айқындайтын маңызды шара. Мәліметтерге сүйенсек, 5 жыл ішінде Қазақстанда бұрын өндірілмеген тауарлар шығарыла бастады. Бұған дейін Қазақстанда өндірілмеген мүлдем жаңа 400 өнім түрі игерілді. Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан бергі уақытта экономикаға салынған барлық шетелдік инвестицияның 70%-на жуығын өңдеуші сектор осы индустрияландырудың бірінші 5 жылдығында иеленді. Бұдан бөлек, индустрияландырудың нәтижесінде 770-тен астам жаңа кәсіпорын іске қосылып, мүлдем жаңа деңгейдегі 75 мың тұрақты жұмыс орны құрылды. Бүгінде өнеркәсіп секторда жұмыс істейтін қазақстандықтардың жалпы саны 1 миллионнан асады. Сонымен қатар, өңдеуші өнеркәсіптегі еңбек өнімділігі 60%-ға артты. Әлемнің ірі индустриялық алпауыттары Қазақстанға қадам басты. Нарыққа Airbus, General Electric, Alstom, Eurocopter, Toyota, Scanion, LG секілді әлемге танымал компаниялар енді. Олар бірлескен қазақстандық өнімнің нарыққа жол ашуына өз септіктерін тигізіп те келеді. Индустрияландыру аясында инфрақұрылым базасы кеңейіп, 4000 шақырымнан астам автожолдар, 1700 шақырым темір жолдар салынды. Индустрияландырудың алғашқы кезеңінде отандық құрылыс материалдары 2 есеге артып, қазіргі таңда құрылыс материалдарының 80%-ы елімізде шыға бастады. Ауыл шаруашылығы саласы да жоспарлы түрде дамып келеді. Мысалы, агроқұрылымда 2010 жылмен салыстырғанда ірі қара мал басының саны 50%-ға асқан. Ал өнеркәсіп жылыжайларының алаңы осы жылдар ішінде
3 есеге өскен болатын. Балалар, бұл мәліметтердің барлығы Қазақпарат сайтынан алынып отыр. Сіздерге мынандай тапсырма беріледі. Оқылым мәтіні негізінде сандық және сөздік мәліметтерді және негізгі аспектілерді теріп жазыңыздар. Бұл тапсырманы орындау үшін сіздерге 5 минут уақыт беріледі. Балалар, алдарыңызда осындай графиктік мәліметтер беріліп отыр. Бұл тапсырма Қазақстанның индустрияландыру туралы мәліметтермен танысып, тұтас емес мәтінді тұтас мәліметке, яғни тұтас мәтінге айналдырыңыздар. Осы тапсырманы орындау барысында мынандай дескрипторларды басшылыққа алыңыздар. Берілген ақпаратты түсінеді, берілген мәліметтерді талдай алады, негізгі үрдістерді анықтайды, мәліметтерді мәтін түрінде жаза алады, әр сөздің жеке тұрғандағы мағынасымен бірге басқа сөздермен тіркескенде өзгеретін ерекшеліктерін ескереді. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.